Сәлеметсіздер ме, құрметті тіл үйренушілер. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз сан есім. Жалпы сан есім заттың санын, мөлшерін, ретін білдіріп, қанша, нешінші деген сұрақтарға жауап береді. Сан есім обозначает количество предметов, порядок предметов при счете и отвечает на вопросы қанша, неше, сколько, нешінші, который. Мысалы, бір қалам, одна ручка. Неше қалам, бір қалам. 5 адам, 5 человек. Неше адам? 5 адам. 5-ші бөлме, 5-я комната. Нешінші бөлме? 3-ші қабат, 3-й этаж. Нешінші қабат? Сан есім жалпы 6 түрге бөлінеді. Есептік сан есім, реттік сан есім, жинақтық сан есім, болжалдық сан есім, топтау сан есімі және бөлшектік сан есім. Осылардың әрқайсына жекеше тоқталамыз. Есептік сан есім заттың нақтылы санын білдіріп, қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. Количественные вопросы қанша, неше, сколько обозначает конкретное количество предмета. Түбір сан есімнің өзінен жасалады. Образуется из кореня числительного. Мысалы, 8, 16, 105, 1000. Әлбетте түбір сан есімнің өзіне жасалғандықтан жұрнақсыз болып келеді. Реттік сан есім екінші түрі порядковые. Заттың реттік қадарын білдіреді. Обозначает порядковый номер предмета. Вопросы. Нешінші, который по счету. Қай, который. Образуется при помощи присоединения данных суффиксов. Ыншы, інші, онышы, інші. Мысалы, екінші, второй, алтыншы, шестой, елуінші, 50. После арабских цифр ставится тире. После римских цифр дефис не ставится. 10-ші сынып, 7-ші үй, 21-ші ғасыр, 1-ші тоқсан, 2-ші том. Бұл жерде еске сақтайтын бір ереже, жыл аяттарының алдынан келген сан есімдер араб цифрмен бөлінсе де, одан кейін дефис қойылмайды. Мысалы, 1991 жыл, 1-ші қыркүйек, 16-ші желтоқсан, 1-ші мамыр сөз тіркестерінде араб цифрмен бөлінсе де дефис қойылмайды. Келесі түрі жинақтық сан есім. Жинақтық сан есім заттың жинақталған санын білдіріп, нешеу деген сұрақтарға жауап береді. Жинақтық сан есім собирательные. Вопросы: нешеу, сколько. Всего в казахском языке 7 собирательных числительных. Обозначает собирательное количество предмета. От 1 до 7. Біреу, одно, екеу, двое, үшеу, трое, төртеу, четверо, бесеу, пятеро, алтау, шестеро, жетеу, семеро. При прибавлении этих суффиксов числительным екі, алты, жеті конечные попадают. Яғни соңғы дыбыстары түсіп қалады. Алты, алтау, шестеро, екі, екеу, двое, жеті, жетеу, семеро. Екі, алты, жеті сандарынан кейін. Барлығы жетеу. Ендігі түрі болжалдық сан есім. Приблизительные числительные. Вопросы: қанша, неше, қай шамалы, қаншадан. Приблизительно сколько, какое количество. Не выражает точного количества предметов, а лишь указывает на него приблизительно. Суффиксы тай, ти, дай, дей, лаған, леген, даған, деген, таған, теген, лап, леп, дап, деп, тап, тип. 7 дей, около 7, 100 деген, сотни, 1000 дап, около 1000, 60 таған, около 60, елулерде, около 50, 100 шамалы, около 100, мыңдарда, около 1000. Сочетанием двух чисел. Екі санның қосылануы арқылы жасалады. 6, 7, 6, 7, 10, 15, 10, 15. Бұл жерде нақты санын көрсетпейді. Бәлкім 6 болуы мүмкін бұл жерде, бәлкім 7 болуы мүмкін. Немесе 10, я болмаса 15 болуы мүмкін. Яғни болжалдап көрсетеді. Следующее. С помощью окончаний множественного числа дар, дер, тар, тер, лар, лер и местного падежа, жатсептік или дательно-направительного падежа, алпыстарда около 60, ондарда около 10. Бұл жерде жатсептіктің жалғауы. Окончание местного падежа. Даде, алпыстарда, ондарда, бестерде. Или окончание дательно-направительного падежа. Бар септіктің жалғауы ға-ге, алтыларға таман келемін. Мысалы, около 6, бестерге, около 5, жасы бестерге келген деген сияқты мысалдарды келтіруге болады.
С помощью слов шамалы, таман, жуық, таяу, тарта, шақты, жақын, 10 шақты, около 10, 30-ға жуық, около 30, 40-қа жақын, около 40, 50-ге тарта, около 50. Келесі түрі бұл топтау сан есімі, разделительные. Заттың санын топтап көрсетеді. Яғни заттың санын жекелеп емес топтап көрсетеді. Обозначает количество предметов, объединенных в равных частях. Сұрағы нешеден, қаншадан, поскольку количественные, числительные плюс исходный падеж шығыс септік, есептік сан есімен шығыс септіктің жалғауының жалғану арқылы нан-нен, дан-ден, тан-тен, 6-дан по 6, 7-ден по 7, 10-нан по 10, 50-ден по 50. Келесі түрі бұл бөлшектік сан есім. Дробные числительные заттың бөлшектік санын білдіреді. Обозначает части дробных чисел. Вопросы. Қанша, неше, сколько. Мысалы, 2-ден 1, 1/2, 5-тен 2, 2/5, 1/10-5, 1,5, 0,1, 0,1, және жарты, жарым, ширек сөздеріне қатысумен жасалады. 2,5, 2,5, ширек ғасыр өтті, мысал үшін. Прошло четверть века. Шығыс септік жалғауы жалғану арқылы жасалады. Бұл жерде здесь проявляются окончания шығыс сеп исходного падежа. Дан, ден, оннан, бестен. Сонымен құрметті тіл үйренушілер, бүгінгі сабағымыз тамам. Жоғарыдағы ережелерге бірнеше мәрте назар салып, жасалу жолдарына назар аударсаңыздар, мән берсеңіздер, түсінікті болады деген ойдамын. Сау болыңыздар.